Ертеде bir балапан болыпты. Балапан қанаты бекіп, қатайған соң ұшуды үйренді. Өзінің ұшалатынына мәз болып, армансыз ұшып серуендеді. Бақ үстінде шарықтап біраз ұшты да, қайыңның басына келіп қонды. Ол айналасына сүйсіне қарап, бұл өмір неліктен жақсы? бұлт арасынан жарқырай шыққан күн шиқылдаған балапанға мейірлене жымия қарады. Біз бәріміз жақсы істер істейміз. Сондықтан бұл өмір жақсы. Солай ма? Күн, сенің қандай жақсы істерің бар? Мен бе? Мен бұл өмірге жарық пен жылу сыйлаймын. Ал өзің не істейсің? Балапан әлі ештеңе істеуді білмейтін еді. Не айтарын білмей ойланып қалды. Ұялғанынан әрең көтеріліп ұшып, көлеңкеге жасырынды. Қалың бұтақтардың көлеңкесінде ұзақ отырып, біраздан соң қайта шиқылдады. Жоқ, бұл өмір неге сонша жақсы болды екен, а? Кенет жауын сүркіреп, жапырақтарды тырсылдата бастады. Аспанды бұлт жауып, ол балапанға тіл қатты. Бұл өмірдің жақсы болатын себебі біз бәріміз жақсылықтар жасаймыз. Ей, бұл, ал сен қандай жақсылық жасайсың? Көрмейсің бе? Мен дүниедегінің бәрін тазалап, жуамын. Және таза сумен сусындатам. Сен өзің не істейсің? Балапан тағы да қатты ойланып қалды. Ол пыр етіп ұшты да басқа бұтаққа барып қонды. Осы кезде желкесінде қызыл телпегі бар бір үлкен шұбар құс ұшып келіп, ағаштың діңіне қонды. Жайғасып алған соң, ол ағаш қабығын түк-түк еткізіп, тұмсығымен шоқып, тесе бастады. Қараторғай тұмсығымен қауырсындарын қарап қойды да, тағы да өзінің үйреншікті сұрағын қайталады. Жоқ, бұл өмір неге сонша жақсы болды екен, а? Оған жанындағы құс бұлай деп жауап қатты. Біз бәріміз бұл өмірде жақсылық жасаймыз. Сондықтан ол жақсы болады. Ал сен кімсің? Қандай жақсылық жасайсың? Менің атым Тоқылдақ. Зиянды құрттар мен қоңыздарды жеп, ағашты қорғаймын. Сондықтан мені барлығы орман дәрігері деп атайды.
Ал сен не істейсің? Балапан не дерін білмей пыр етіп ұшып қайың ағашына келіп қонды. Менен басқалардың бәрі бұл өмірге бір пайдасын тигізеді екен. Ал менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Айналада бұрынғыдай бәрі жақсы, тамаша, жүректі қуанышқа бөлейді. Кенет ол өмірі айтып көрмеген бір әдемі сазды әуенге салып, әндете сайрай жөнелді. Бақ ішіндегілердің бәрі ойып, сүйсіне тыңдап қалды. Қандай тамаша, менің әнім бәріне ұнады. Ендеше, мен де бұл өмірде жақсылық жасай алады екенмін. Осы күннен бастап, балапан ағашта отырып ән салып, бәрінің көңілін көтеретін болыпты.